Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бұл Өркен мектебінің математика пәнінің мұғалімі Жұмакүл Әбділдағызы. Бүгін сіздермен өтетін тақырыбымыз бір айнымалысы бар сызықтық емес теңсіздіктер жүйесі. Оқу мақсаты: бірінші, бірі квадрат теңсіздік, екіншісі сызықтық теңсіздік болатын теңсіздіктер жүйесін шешу әдістерін қарастырамыз. Яғни ары қарай сабақтың барысы. Ал құрметті оқушылар, ең алдыменен бір айнымалысы бар сызықтық емес теңсіздіктер жүйесін шешудің ережелері мен шешу алгоритміне тоқталып өтейін. Яғни теңсіздіктер жүйесін шешу дегеніміз ол жүйенің әрбір теңсіздігі дұрыс болатын айнымалардың мәндерін табу. Шешу алгоритмі бізде екеу. Біріншіден, ең алдымен жүйенің әрбір теңсіздіктерін жеке-жеке шешеміз. Екінші, алынған шешімдерді сан өсінде бейнелеп, осы шешімдердің қиылысуын табамыз. Осы шешім теңсіздіктер жүйесінің шешімі болып табылады. Енді осы тақырыпқа байланысты кейбір есептерді шығарып көрейік. Бірінші мысал, яғни теңдеулер жүйесі берілген. Бұл жерде бірінші теңсіздігіміз біздің квадрат теңсіздік, екінші теңсіздігіміз, яғни ол сызықтық теңсіздік. Бұндай теңсіздіктер шешу үшін жаңа жоғарыда айтқандай, ең алдыменен квадрат теңсіздіктерді вет теоремасымен шешіп алып, одан кейін интервалдар әдісіне салып шешеміз. Яғни бұл теңсіздіктің шешімі 4/1. 4/1 деген нүктелерді сан өсінде белгілеп, плюс, минус, плюс аралығын қойып, кіші деген символ бұл минус аралығын көрсетеді. Олай болса, бұл бірінші теңсіздіктің жауабы 1 менен 4-тің аралығы болады. Енді екінші сызықтық теңсіздікті шешу үшін 9 минус 4х кіші 0 теңсіздігіне назар аударамыз. Яғни бұл жердегі минус 4х кіші 9 деген санымыз қарама-қарсы таңбамен теңсіздіктің екінші жағына өтеді. Енді бұл жерде одан кейін теңсіздіктің екі жағында минус 4-ке бөлген кезде теңсіздік таңбасы қарама-қарсы таңбаға өзгереді. Сол кезде біздің теңсіздігіміз x артық 2,25 теңсіздігін аламыз. Енді осы екі теңсіздікті бір оське салған кезде, яғни бірінші теңсіздіктің жауабы 1 мен 4-тің аралығы болған, екінші теңсіздігіміздің жауабы 2,25-тен плюс шексіздікке дейін, ендеше осы теңсіздіктердің қиылысуы 2,25 пен 4-тің аралығы болады. Бұл жердегі 2,25-тің мәні ол кірмейді, ал 4 қатаң емес теңсіздік болғаннан кейін 4-ке біз тік жақша қоямыз. Математикада көптеген есептер ол функцияның анықталу облысын табуға келіп тіреледі. Яғни бүгінгі біздің бірінші қазір берілетін функцияның анықталу облысын табуымыз, яғни y тең түбір астында 3x квадрат минус 5x минус 2 плюс түбірдің астында 4 минус 2x. Осы өрнегіміздің анықталу облысын табу деген сөз бұл бір айнымалысы бар сызықтық емес теңсіздіктер жүйесін шешуге келеді. Яғни біріншіде бізде түбірдің астында тұрған сан әрқашан түбірдің астындағы өрнек бұл 0-ден үлкен немесе тең деп алынады. Олай болса, біздің бірінші түбіріміздің астында тұрған өрнегіміз 3x квадрат минус 5x минус 2 үлкен немесе тең 0, және келесі түбірдің астындағы 4 минус 2x үлкен немесе тең 0 деп қарастырамыз. Ендеше бұл жерде де жаңағындай біріншіміз квадрат теңсіздік, бірінші өрнегіміз, екінші өрнегіміз бұл сызықтық теңсіздік. Оларды жеке-жеке шешкен кезде минус шексіздіктен минус 3-тен 1-ге дейін және 2 саны кіреді. Енді функцияның анықталу облысын табуға тағы бір есепті қарастырайық. Яғни y тең түбірдің астында 4,2 қосу 0,5x плюс 1 бөлінген түбірдің астында 15 минус 6,5x минус 0,5x квадрат функциясының анықталу облысын табу керек. Бұл жерде біреуі бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік, екінші квадрат теңсіздікке келіп тұр. Олай болса, бұл да бір айнымалысы бар сызықтық емес теңсіздіктер жүйесінің шешуге келіп тіреледі. Яғни біз біріншіден бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздікті шешіп аламыз. Одан кейін екінші бөлшектің бөліміндегі тұрған түбірдің мәні, яғни түбірдің мәні ол 0-ден үлкен немесе тең болу керек, бірақ бұл бөлшектің бөлімінде тұрғаннан кейін бұл түбір, сондықтан ол жерде тек қана 15 минус 6,5x минус 0,5x квадрат артық 0 деп қана қарастырамыз. Осы екі теңсіздіктердің шешімдерін шығара келе, минус 8,4 пен 2-нің аралығындағы жартылай интервал деген жауапқа тоқталып келеміз. Яғни бұл жердегі минус 8,4 бұл тік жақша қойылады, себебі түбірдің астындағы өрнегіміз, яғни әрқашан 0-ден үлкен немесе тең болу керек. Сондықтан 8,4 өрнегі кіреді. Ал 2-нің кірмейтін себебі жай жақша қойылады, себебі бұл сан бөлшектің бөлімінде тұр. Ендеше есептің жауабы минус 8,4 пенен 2-нің аралығындағы жартылай интервал.
Енді оқушылар, сіздерге үйге тапсырма ретінде мынандай 3 есепті ұсынып отырмын. Және жауаптарын көрсетіп қойдым. Яғни жауаптарын мен есептеріңізді қате, дұрыстығын тексересіздер. Сонымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сау саламат болыңыздар.